Біздің қазақ бұрыннан, бізде қазір мынау әсіресе май айында, апрель айы, май айында өте көп келеңсіз жағдайлар болды. Мынау Қазақстанның нарығында өте көп қаржылық пирамидалар пайда болды. Қаржылық пирамидалар аты да көп, заты да көп. Алдыңғы біреулері сотталып, алдыңғы біреулері заң алдында жауап та беріп жатыр. Басқалары жаңағы көбік сияқты көпіріп, көбейіп, осы адамдарды жаңағы миллиондарменен көздерін арбап, миллиондарды көрсетіп, жаңағы үлкен неге тоғытқан сияқты қарапайым халықты, сауатсыз халықты, болмаса жаңағыдай білімсіз халықты, болмаса мынау не дейді, көрсе қызарлық, тез жеңіл ақшаға құмарлық, сондай халықты өзінің несіне, жаңа торына кәдімгі көптеп әкеліп түсіріп жатыр. Бірақ сіздердің түсінуге тез бір нәрселеріңіз бар. Бір қағида бар. Біздің халықта, біздің қазақта бұрыннан келе жатқан мынандай сөз бар. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы. Ар намыс үшін, басқа біреуге қиянат жасамау үшін біздің ата-бабаларымыз жанын қиған, малын қиған. Ал біздегі көптеген қандастарымыз, көптеген жаңағы серіктестеріміз, олар сол қаржылық пирамиданың басында мен болсам болды. Мен өзім алып алсам болды, қағаны күл болмаса бұл болсын. Мен алсам болды, мен ұтылмасам болды деген ойменен, арам пиғылменен, теріс ойларменен, аңқау, сенгіш, олар бөтен адамға айтпайды ғой, туған туысқанына, дос жарандарына айтады. Сенген адамдар арттарынан ертіп, сол батпаққа әкеліп батырып жатыр. Өйткені бұл қаржылық пирамидалар, неше осы нарық тұрғалы бері олар бар болады да кейінде бола береді. Пока существует человеческая жадность, пока существует человеческая непорядочность, ол пирамидалар бола береді. Сол пирамидаға жазылып атқан адамдар, жазып атқан адамдар прекрасно біледі, өте жақсы біледі оның ертең тоқтайтынын. Прекрасно біледі артынан ерген адамдар қансырап жылап қалатынын. Прекрасно, өте жақсы біледі қанша адамның қарғысына ұшырайтынына, көз жасына, обалына қалатын, бірақ көзді жұмып апара береді. Неге? Өйткені мен өзім абасам болды. Мен өзім ұтылмасам болды. Тағы да қайталап айтамын. Біздің ата-бабаларымыз, біздің данышпан халқымыз өте алтын қағиданы айтып қалдырған бізге. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы. Адамдар түсінбейді. Бүгінгі алтын, бүгінгі миллиондар ертеңгі көз жасы біледі. Ертеңгі біреудің қарғысы. Ертең сол нала, сол реніш, сол өкпе, ол сізге қайтып келеді. Ол сізді шалқаңыздан түсіреді. Ол сіздің бала шағаңыздың болашағының өзегіне құрт болып түседі. Ол сіздің туған туысқан дос жарандарыңыздың алдында ертең мына бетіңіздің қара бет болып, енді бетіңізге көн жамап алмасаңыз, ертең сіздің біреудің бетіне дұрыс қарай алмайсыз. Сіздің бетіңізде шұқып айтпағанмен оны сыртыңыздан айтады. Сіздің сыртыңыздан нәлет айтады. Сол нәрсе, сол алып атқан миллиондарыңыз соған тұрады ма? Соны ойланыңыздар. Мүмкін өкіметтің құрығына ілінбессіздер. Мүмкін сол миллиондар сіздерде қалар. Өйткені бұл қаржылық пирамидалардың да пайда болуы бір көкелердің, жәкелердің, тәтелердің арқасында. Оның барлығы белгілі нәрсе. Тайраңдатып бірінші ашып алады. Адамдардың ақшасын құяды, әбден құйғызады. Жаңағыдай етіп лепіртеді.
Сосын бір күні ойбай, не дейсің, қаржылық пирамида жабылып қапты деп жаба салады, болды. Сот болған болады, сотталған болады, тағы бір нәрселер болады, жаңағы қоғамға, халықты тыныштандыру үшін. Ойбай, соттап жатырмыз, ойбай, жаңа жауып қойдық, ойбай, үйттік, бүйттік, там пәлен қылдық деп. Бірақ ең жабулы қазан жабулы күйінде қалады. Бір адам одан бір теңгесін қайтып ала алмайды. Жақсы, егер адамдар артық ақшасын апарса оған. А біреулер бүйтіп, жаңа түйіп отқан, баламды оқытамын, үйлендіремін, үй аламын, жер аламын, тағы бір сондай мақсаттарға жиып отқан, ең соңғы тиын тебенін апарып береді ғой бұл жерде. Қаржылық пирамидада жүрген адамдар, біздің серіктестер болсын, басқа қазір бүкіл компаниялардың барлығында осы жағдай, 30-40-тан 100-500 адамнан опырлық структуралар құлап, жаңағы сондай қаржылық пирамидаларда жүр. Болашағы бар болса, мен сіздерге сәттілік тілер едім. Бірақ болашағы жоқ нәрсе. Алғыс емес, қарғыс алатын нәрсе. Рахмет емес, нала алатын нәрсе. Абай болыңыздар, ойланыңыздар.